Саламатсыздар ма? Берілген нұсқаға сәйкес өлшемін еркін таңдап және пропорциясын сақтап 3DSIO бағдарламасында модельді жасап үйренеміз. Қосу батырмасын басып, шаршы пішінін шығарып аламыз. Оны күлгін түске айналдырып, текст батырмасын басып, ағылшын тіліндегі V әрпін таңдап аламыз. V әрпі бізге шаршының ортасын кесіп алу үшін қажетті формаға келтіру үшін пайдаланамыз. Оны шаршыдан ерекшелендіру үшін көгілдір түске айналдырамыз және өсіру функциясы арқылы оны қажетті формаға келтіреміз. Берілген нұсқаға сәйкес V әрпіндегі алынған фигураны шаршының ортасын кесіп алуға дайындаймыз. Дайын болғанына көз жеткеннен кейін қайшы батырмасын басып V әрпін кесіп аламыз. V әрпі кесілгеннен кейін оның кішкентай қалған бөлшегі өшіруге дайындаймыз. Оны шаршы фигурасы арқылы сол бөлшекке сәйкестендіріп, шаршыны кішірейтіп аламыз. Жылжыту функциясы арқылы жылжытып және қайшы батырмасын басып, сол бөлшекті кесіп аламыз. Ол бөлшектен кішкене қалды. Тағы да көгілдір фигураны кішірейту функциясы арқылы кішірейтіп, одан кейін қайшы батырмасы арқылы кесіп аламыз. Көгілдір фигураны күлгін фигураның ортасына кіргізіп, берілген нұсқаға сәйкес фигурамызды жасап орындаймыз. Көгілдір фигураны мына кіргіздік. Енді қайшы батырмасын басып, ойықты кесіп аламыз және көгілдір фигураны жоямыз. Мына бізге қажетті пішін шықты. Берілген нұсқа бойынша үстіңгі бөлігін орындадық. Енді тетіктің төменгі бөлігін жасау үшін біз шаршы пішінін шығарып аламыз. Міне шаршы пішінін шығарып алдық. Енді күлгін фигура бізге кедергі жасамау үшін оны жоғары қарай жылжытып аламыз. Шаршыны, көгілдір шаршыны қажетті пішінге келтіреміз. Өсіру функциясын қолдана отырып, қажетті пішінге келтіргеннен кейін, енді ортасына ойық жасау керекпіз. Ойық жасау үшін біз тағы да шаршы пішінін шығарып аламыз. Бұл шаршы пішінін ойыққа сәйкестендіріп, кішірейтіп алуымыз қажет. Кішірейту функциялары арқылы ойыққа сәйкес етіп, пішінін дайындаймыз. Қажетті пішін орындалды. Ойық жасалатын жерге апарып, турлап тексеріп аламыз.
қайшы батырмасы арқылы ойықты кесіп алдық. Көгілдір фигураны жоямыз. Міне бізде ойық орындалды. Енді шыққан пішінді күлгін түске айналдырып, екі бөлікті біз қосуымыз қажет. Оны жылжыту батырмасы арқылы қажетті орынға жылжытып апарамыз. Тетіктің екі пішінін тексере отырып, қажетті орнына келтіргеннен кейін біріктіреміз. Міне жан жақтан қарап тексеру қажет. Тура орнына түсті. Міне тексеріп аламыз. Енді жылжыту функциясын өшіріп, нақты пішінін шыққанын тексереміз. Берілген нұсқаға сәйкес өлшемін еркін таңдап және пропорциясын сақтап 3D-SEO бағдарламасында модельді жасап орындадық. 3D моделін жан жақтан қарау арқылы тексеріп орындадық.